91 жыл мәусім мен үшін ұтқырлық болды. Якында мана біз Google'ның ревизор спектаклін қойдық. Әшіңді чоң рөллерінің бірін ойындым. Биыл Қазақстан қызмет көрсеткен әрбап деген унван алдым. Қазақстанымыздың президенті Қасым-Жомарт Тоқаев оның қолын алдым. Шақсан менің үшін бұл 91-ші мәусім нағайты емішлік вә ұтқырлық болды. Мұшы жылы Қызылорда шәһәрде өткен халықара фестиваліға мен жоқ ердеке менің хаятым спектакль білән қатнышып, мен ұяда әң яқшы аял ролі номинацияны ұтып алдым. Мен үшін 91-ші мәусімде найты чоң қошалықла болды. Театрымызда ревизор, Қыз көрпеш баян сұлу деген чоң спектакльларның премьерасы болды. Ол спектакльларды мен баш қахарманларның ролларын ижра қылып, өзімді мен бақытлық актер деп есептеймін. Яны бір мұхими Freedom Ticket on Awards компаниясының ұйыштырушы білән тамашабаларымыздың аваз беріші арқылық мен Қазақстан театрлар арасындагы жыл актері атандым. Найты қошал болдым. Біздің 91-ші мәусімді аған чоң тәсіратларымыздың бірі Шымкент шәһәрде болып өткен Көпен Әмірбеков атымыздың рухы бағышланған Шымкент Думан фестивальда біз бірінші орынға миясар болдық. Һәм шу Көпен Әмірбеков атымыздың айлы сынамыдан берілген мади бір чоң соғыға еріштік. Мұшы фестивальда Көпен Әмірбек атымыздың миниатюрсыны дөләт тілді орындық. Біз болсақ, Uyghur театр мәмүритіге, фестиваль ұйыштырған акыларымызға, ямашыбыларымызға өзіміздің миннәттарлығымызды білдіреміз. 91-ші мәусім біз үшін алахиде болып өтті. Hürmetlik тамашыбылар. Кейінгі мәусімгіче аман болайық. Театрымыздың 91-ші мәусіміде менің үшін алахиде бір еңілік. Бұл болсыма өзімнің екі концертімні мұхлисларымға намайыш қылдым. Бұл концертні қойыш менің арманларымның бір болған. Мен бұл кеште халқымызға өзімнің ең нақшыларымны, халық нақшыларыны, мұқамларыны, оперлық әсерлерден әдия қылдым. Мен үшін театрымыздың 91-ші мәусімі хақиқаттан тәсірлік болды. Çünkü Uyghur драматургиясының классик сәхне әсәри театр мәусімлерінің асасы символы болған Анархан спектакліда баш ролін ойнап шықтым. Келер 92-ші мәусімде көрішкіше аман болайлы. Театрымыздың 91-ші мәусімі Сада ансамблі үшін чоң бір қошалық болды. Сәбәбі, uzun жыллар тоқтап қалған Сада ансамблі қайта жанланды. Сада ансамблінің тәркібі еңіленіп вә репертуарға ең нақшылар қосылды. Бұл жылы болса ансамбль тамашыбыларымызға өзінің екі концертini намайыш қылды. Әлбәтте бұл біз үшін чоң қошаллық. 91-ші мәусім мен яш режиссер үшін чоң бір тәсіратларны қалдырды. Çünkü 91-ші мәусімде менің чоң арзулыған, армалыған арманларым орынланды. 91-ші мәусімде көптеген концертларны сәхнеләштірдім, әсілеш кәштерini сәхнеләштірдім, әм спектакльларны сәхнеләштірдім. 91-ші маусым аясында біздің Құдыс Қожамияров театры осы 2024 жылы қазан айында Алматы облысы, Жетісу облысы және Еңбекші Қазақ ауданына керемет гастрольдік сапарлармен барып қайтты. Сонымен қатар осы 91-ші театр маусымында әйгілі Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлу пьесасы бойынша Қозы ва баян спектаклінің премьерасы 10 желтоқсанда болды. Бұл пьеса ең бірінші алғаш рет Қазақстанда 38 жыл осы біздің Құдыс Қожамияров театрында сахналанған болатын. Араға 86 жыл салып, неге қазіргі заман ыңғайына сай жаңаша құраммен сахналанды. Сонымен қатар осы біздің биылғы маусымның тағы бір жаңалығы 2025 жылдың 24 мамырында премьерасы өткен әлемге әйгілі орыс жазушысы Николай Гогольдің «Ревизор» спектакльдің премьера көрермен көңілінен керемет қабылданып, осы театр репертуарына қосылған үлкен бір классикалық сүбелі жақсы заманауи қойылым болды.